Кайырлы күн, кадырлы әріптестер, және көрермен. Жамбыл облыстың өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые коллеги и зрители. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы Сарысу ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Сарысу ауданының әкімі Мамытов Сәкен Үмбетұлы. Құрметті Сәкен мырза, аламызға қош келдіңіз. Өзіңіз басқарып отырған аудандағы оң өзгерістер туралы айтып берсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, тікелей эфирге қатысушылар, сіздермен осы орталық коммуникациялар орталығында алаңында кездескеніме қуаныштымын. Жалпы ауданның әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерімен 10 айдағы атқарылған жұмыстарына қысқаша тоқталар болсақ, ауданның жалпы кіріс көзі жоспарымыз 12 миллиард 877 миллион теңге болса, ол нақты түскен түсім, салық түсімдері 12 миллиард 877 миллион теңгені құрап отыр. Бұл дегеніміз салық түсімдері 104%-ға асыра орындалды. Аудан бюджетінің шығыс бөлігі жоспарымыз 13 миллиард 800 миллион теңге болса, ол 13 миллиард 278 миллион теңгеге төмен қалыптасып отыр. Ол 95,7% құрап отыр. Бұл көрсеткіштердің орындалмау себебі жоғары тұрған бюджеттік трансферттерден қаржының уақытылы дер кезінде түспеуіне байланысты, және мемлекеттік сатып алу салдарынан үнемделген қаржылардың қосындысынан құралып отқан 590 миллион теңге игерілмей қалып отыр. Жалпы биылғы жылдың қаңтар-қазан айларындағы ауданның әлеуметтік экономикалық көрсеткіштеріне тоқтала кететін болсам, өнеркәсіп өндірісінің көлемі 71,6 миллиард теңгені құрап, бұл 92,1%-ға орындалды. Ауыл шаруашылық саласының өнімдері 22 миллиард 500 миллион теңгені құрап, бұл 100%-ға орындалды. Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 31 миллиард 700 теңгені құрап, көрсеткіш 66,4%-ға төмен қалыптасып отыр. Бұл инвестицияны төмен қалыптастыру себебі, яғни өткен жылы 23 жылы, яғни Жаңатас Шоқбар ВЭС электростанциясы құрылыста жүрген болатын. Барлық қондырғылары былтырғы жылы әкеп қондырылып, жыл соңында пайдалануға берілді. Жалпы жоба құны 16,7 миллиард теңге болса, өткен жылы мен биылғы жылын салыстырғанда 14,2 миллиард теңгеге төмен қалыптасып отыр. Сол себепті биылғы жылдың көрсеткіші 66,4% орындап отыр. Құрылыс жұмыстарының көлемі 18,2 миллиард теңгені құрап, бұл 32,3%-ға асыра орындалды. Пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі 17,964 шаршы метрді құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылды кезеңмен салыстырғанда 103,7%-ға орындалды. Бөлшек сауда тауар айналымы 3,6 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылы көрсеткіш 3,1 миллиард болса, биыл 3,6 миллиардқа өсті. Көрсеткіш 112%-ға асыра орындалды. Бұл енді жалпы көрсеткіштер бойынша тұрғын үй инженерлік инфрақұрылымын қамту мәселесі бойынша тоқталатын болсақ, бізде жалпы биылғы жылға жыл басында 268 пәтер сатып алуға 3,2 миллиард теңге республикалық бюджеттен қаржы қаралған болатын. Бүгінгі таңға біз 98 пәтерді бердік, елге келгенде пайдалануға. Жыл соңына дейін қалған 170 пәтерімізді кезекте тұрған азаматтарға берілетін болады. Бүгінгі таңда тұрғын үй қорынан пәтерге мұқтаж азаматтар саны, кезекте тұрған саны 1762 адамды құрайды. Онымен қоса, биылғы жылы екінші шағын аудандағы 32-ші үйді қайта қалпына келтіру жұмыстары бойынша да 656 миллион теңге республикалық бюджеттен қаржы қалған болатын. Бұл үйдің де құрылыс жұмыстары бүгінгі таңда жүріп жатыр. Өтпелі кезеңмен келесі жылдың наурыз айларында беру жоспарлануда. Олмен қоса 80 пәтерлі көпқабатты екі үйдің жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді, сараптамадан өтті. Екі үйдікі жоба құны 1 миллиард 886 миллион теңгені құрайды. Ауданда газбен қамту мәселесі бойынша ауданда үлкен жоба басталған болатын. Ол бірінші жобамыз Түркістан облысынан осы біздің Жаңатас қаласына дейінгі 98 шақырымдағы газ құбырын тарту мәселесі. Бұл мәселенің бүгінгі таңға толық жұмыстары жүргізілді. Агреске қойылатын қондырғыға тапсырыс берілді. Ол келесі жылы дайын болады.
екінші жобамыз бұл 14 елді газдандыру мәселесі. 14 елді мекеннің бүгінгі таңға біз 13 елді мекеннің ішкі сыртқы құбырларын толық жүргіздік. Ендігі жұмысы мынау Жаңатас қаласында ішкі газ құбыры жуу жұмыстары бүгінгі таңда жұмыс жасалып жатыр. Бізге қазіргі қажетті қаржы агреске 3,5 миллиард теңге болса, Жаңатас қаласының ішін жүргізуге 5,7 миллиард теңге қаражат қажет етіп отырмыз. Барлығы 9,2 миллиард теңгені құрайды. Жоғары бюджеттен сұрайтынымыз облыс әкімі Ербол Шақпаевич осы агреске керек 3,5 миллиард теңгені келесі жылдың 25 жылға осы облыс бюджеттен қаржысын қойып беріп отыр. Бұл дегеніміз келесі жылы 14 елді мекеннің ішіндегі 13 елді мекенге біз газ беруге жалпы дайынбыз. Онымен қоса Жаңатас қаласының орталық қазандығын газдандыру мәселесі де былтырғы жылы басталған болатын. Былтырғы жылы 620 миллион теңгесі игерілді. Жалпы жоба құны 4,2 миллиард теңге құрайды. Биылғы жылы қазір бүгінгі таңға барлық қажетті қондырғылардың бәрі жеткізілді. Құрылыс жұмыстары аяқталды. Қазір бүгінгі таңда бұл қабылдап алу жұмыстары, сынақтан өткізу жұмыстары жүргізілуде. Қаржысы жыл соңына дейін толық игерілетін болады. Ауыз су мәселесіне келетін болсақ, мұндағы бізді ауданда жалпы 25 елді мекен бар. 25 елді мекеннің 23-інде толық тұрақты таза ауыз сумен қамтылған. Бұл жерде екі ауылдық елді мекеннің жұмысы келер жылға қалып отыр. Ол мынау Саудакент ауылының ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі. Бұл екі кезеңге бөлінген болатын. Бірінші кезеңі 600 үйге су беру жұмыстары биыл толық аяқталды. 400 үйге қалған екінші кезеңдегі жоба құны 417 миллион теңге құрайды. Бұл бойынша біз жоғарғы бюджетке өтінім берілді. Алдағы уақытта шешім табылса, осы 25 жылы осы Саудакент ауылындағы су 100% қамтылатын болады. Онымен қоса мынау Жайылма, Майтас ауылдарында ауыз сумен қамту мәселесі ол да келер жылдың еншісінде. Оның жоба құны 1,7 миллиард теңге құрайды. Бұл да жоғарғы бюджетке өтінім берілген болады. Осы екі ауылдық елді мекен келер жылы қаржы бөлім шешім тапса, аудан көлеміндегі ауыз сумен қамту үлесі 100%-ға орындалатын болады. Биылғы жылы мынау Кіші Гуйдалы ауылына 30 миллион теңгеге облыс бюджеттен КБМ дейміз. Сондай аппарат қондырғы комплексіне модульный блок дейді КБМ. Сол орнатылды. Қазір ел игілігіне пайдалануға берілуде. Онымен қоса мынау Тоғызкент ауылындағы ауылын ауыз сумен қамту жұмыстары бойынша биыл толық жұмыс аяқталып 100%-ға сумен қамтылды. Автокөлік жолдарына келер болсақ, ауданда жалпы автокөлік жолдарында да бірқатар жұмыстар жүргізілді. Облыстық бюджеттен екі ауылға кіреберіс подъездной дорога дейміз, кіреберіс жолдарды қайта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұл Тоғызкент ауылы мен Жаңаталап ауылына кіреберіс жолдар. Онымен қоса 4-ші шағын аудан, 5-ші шағын аудандарды жаңадан құрылып жатқан аудандар. Бұл екі аудан мен Шанхай елді мекеніне қиыршық тас төсеу жол жұмыстары биыл жобалық смета құжаттамасы әзірленді. Бұл жоғары бюджетке, облыс бюджетке қаржысы сұрауға өтінім берілді. Жалпы облыстық маңызы бар жолдар 93%-ға жөнделген. Ауыл аманаты жобасы бойынша келер болсақ, жалпы ауданда 5 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. 6 елді мекеннің 6 ауылдық округте 2,5% ауыл аманат жобасы жүргізілді. Оның бірінші бағыты бойынша 28 миллион теңге қаржы бөлінді. Екінші бағыты бойынша 3,6 миллиард теңге қаржы бөлінді. Үшінші бағыты бойынша 18-де 800 миллион теңге қаржы қаралып отыр. Төртінші бағыты бойынша 1 миллиард теңге қаржы қаралып, ол ауыл ішінен кооператив құру бағыты бойынша. Бесінші бағыт бойынша 35-те 8 миллион теңге қаржы бөлінді. Жобаның жалпы игерілген қаражатты көлемінің жұмысы нәтижесі бойынша 2287 аулаға 189 гектар жерге
жерді игеру жұмыстары, үй жанындағы жерді игеру бағыты бойынша жұмыс жүргізілді. Жалпы 21 мың бас мал сатып алынды ауданда. Онымен қоса жаңа 4-ші бағыт бойынша кооперативтер ашылды бізде. 6 кооперативтен бізде 64 дана ауыл шаруашылық техникасы сатып алынды. Нәтижесінде 6 ауылдық округте 697 жаңа кәсіпкерлік нысандар, кәсіпкер көзі ашылды. 712 жаңа жұмыс орындары ашылды. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 201 отбасынан жалпы 480 отбасыға азайып отыр. 48 отбасына азайып отыр. Бұл дегеніміз осы ауыл аманаты жобасының нәтижесі деп білеміз. 76% құрайды. Бұл жұмыссыздық деңгейінде де өз несін келтіріп отыр. Жоғары деңгейдегі өзін-өз жұмыспен қамтылғандар саны 910 болса, жаңадан бұл жоба ашылғаннан кейін бұл 1665 азамат ұлғайды. Бұл дегеніміз 715 азамат өз-өзін жұмыспен қамтыды деп саналады. Жалпы жайылымдық жерлерді шаруаларға беру бойынша жалпы жылдық жоспар бекітілген. Бұл бойынша бізге облыс әкімі тапсырмасы биылғы жылғы бөлініс бойынша 14 мың гектарды кері қайтару жұмыстары тапсырылған болатын. Бұл жұмыстар 14 мың 100 гектар жер кері қайтарылып 100%-ға орындалды. Жалпы жер мәселесі бойынша бізде ауданда қазіргі өзекті мәселе жоқ. Аудандық әлеуметтік салаға тоқталатын болсақ, жалпы бізде ауданда білім беру саласы бойынша жалпы 61 мекеме бар. Оның ішінде оларға саналы, сапалы білім беру үшін 9061 оқушы оқиды. Онымен қоса жалпы бұл салаға да қыруар 788 миллион теңге қаржы бөлінді білім саласына. Оның ішінде жаңадан Майтас ауылына жаңа 50 орындық мектеп құрылысы соғылды. Жоба құны 336 миллион теңге құрайтын. Онымен қоса 2 мектепке күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізді. Ол 355 миллион теңге құрайтын. 2 мектеп және мектеп жанындағы бір қосымша білім беру ұйымдарына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді биылғы жылы. Бұл 67 миллион теңгені құрайды. Спорт саласына келетін болсақ, денсаулық спорт саласының жалпы спорттық инфрақұрылым 257, спортпен шұғылданушылар үлесі бізде 41,2% құрайды. Жалпы жетістіктеріміз бойынша спорт саласында біраз жетістіктер бар. Республикалық, облыстық, аудандық жарыстардан 473 медаль иелендік биылғы жылы. Оның ішінде 137-сі алтын, 140-ы күміс, 197-сі қола жүлделерге ие болдық. Денсаулық саласына келетін болсақ, жалпы ауданда медициналық саласында 28 мекеме бар. Оның ішінде оған қызмет ететін 709 медицина қызметкерлері қызмет етеді. Жалпы биылғы жылы бұл салаға да қыруар қаржылар бөлінді. Оның ішінде Саудакент ауылындағы орталық ауруханаға қазандығына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 7,5 миллиард теңге аудандық бюджеттен қаржы бөлдік. Онымен қоса облыс әкімі Ербол Шақпайұлы ауданға келген кезде осы денсаулық саласында біраз мәселелер көтерілген болатын. Солардың ішіндегі мынау аудандық орталық ауруханаға компьютерлік томография, КТ дейді ғой, компьютерлік томография орнату мәселесін сұранған болатын. Онымен қоса жедел саты дейді, лифті орнату мәселесі құрылған болатын. Және де мынау рентген аппаратын алу мәселесі көтерілген болатын. Бұл мәселелердің бәрін облыс әкімі Ербол Шақпайұлы облыстық бюджеттен қойылды. Қазір құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Жыл аяғына дейін толық пайдалануға берілетін болады. Мәдениет саласына келетін болсақ, жалпы ауданда 45 мәдени ошақтары бар. Оның жалпы жоспарлы іс-шаралар өткізіледі. Оның ішінде 2195 іс-шара өткізілді. Жалпы 70 мыңға жуық халық осы іс-шараға мен қамтылды.
Оған да біраз жергілікті бюджеттерден қаржы қойдық. Мынау Ақтоғай ауылына кітапхана сатып алу жұмыстары жүргізілді. Сыздықбай ауылы мен Ақтоғай ауылдарының осы кітапханасына, ауыл клубтарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге жергілікті бюджеттен өзіміз қаржы қойып жөндеп, қазір пайдалануға берілді. Жалпы мынау әлеуметтік салаға келетін болсақ, ауданда жалпы халық санымыз 43.943 азамат құрайды. Статистика бойынша оның ішінде атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 232 отбасы, халық санына шаққанда 1142 адамды құрайды. Былтырғы жылмен салыстырғанда 91 азаматқа биылғы жылы атаулы әлеуметтік алу азаматтардың саны азайып отыр. Оның себебі осы жаңағы жобада айтылғандай ауыл аманаты бағдарламасы аясында атқарылған жұмыстардың нәтижесі бұл. 91 азаматқа биыл 91 отбасыға, кешіріңіздер, азайып отыр атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны. Жалпы денсаулық саласында айтылды. Аудандағы жылыту маусымына келетін болсақ, ауданда барлығы 5782 нысан жылу маусымымен қамтылады. Оның ішінде мынау әлеуметтік нысандарға қажетті отын көмір түсіру мәселелері толық шешім тапқан. Жалпы 8457 тонна көмір болса, оның ішінде 413 тонна сұйық отын түсіру жұмыстары 100% орындалды. Қазір бүгінгі таңда жылу қалыпты берілуде. Орталық қазандық толық жұмыс жасауда, ол бойынша жаңа тоқталып өттім. Бюджеттік инвестициялық жобаларға келетін болсақ, жалпы биылғы жылдың басында 75 жоба дайындалған болатын. Жоба құны 46,1 миллиард теңгені құрайтын. Бұның ішінде қолдау тапқаны 20 жоба болды, 11,6 миллиард теңге қолдау тапты. Оның ішінде ауыл ел-бесігі жобасы бойынша 2 жоба, жаңа аталғандай 172 миллион теңгеге 2 ауыл кіребе жолдар жұмыс жасалды. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері жобасы аясында 16 жоба, бұлда 2 миллиард теңгеге жұмыстар жүргізілді. Облыстық даму бюджетінен бір жоба 258 миллион теңгеге, бір жоба ол бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында 939 миллион теңгеге жұмыстар жүргізілді. Келер жылдың жоспарымыз бойынша 55 жобалар қазір ұсынылды. Облыстық республикалық жоғары бюджеттерге жоба құны 34,4 миллион теңгені жобасы ұсынылып отыр. Бұның ішінде даму бюджет бойынша 29 жоба, 24 миллион теңге, ағымдағы бюджет бойынша 26 жоба, 14 миллион теңгені құрайтын осы 55 жоба жоғары бюджеттерге ұсынылып отыр. Оның ішінде мерзімді күтетін сараптаманы өткізіліп жатқан 18 жобамыз, ол осы жылдың басында бірінші тоқсанында толық аяқталатын болды. Жоба құны 3,6 миллиард теңгені құрайды. Жалпы аудандағы ірі кәсіпорындар бізде қалыптасқан, 13 ірі кәсіпорын жұмыс жасайды. Бұл 13 ірі кәсіпорындардың ішінде бүгінгі күнде ауданның өнеркәсіп қызметі өнеркәсіп саласын дамығандықтан, бұл жерде 13 ірі кәсіпорындардан 4,9 миллиард теңге салық түсімдері түседі жалпы республикалық бюджетке. Оның ішіндегі біздің аудандағы үлесіміз 1,8 миллиард теңгені құрайды. Бұл түскен қаржылардың бәрі осы ел игілігіне пайдаланатын болады. Бұл енді ірі кәсіпорындарда жылда әлеуметтік көмек көрсетіп келеді бізге. Ауданға биылғы 3 үлкен жобаны жыл басында жоспарлағанбыз. Сол үшеуі де өз шешімін тауып отыр. Ол бірінші мынау Қазақсода компаниясы келген түрктердің компаниясы. Ол біздің Саудагент ауылындағы кеңес дәуірінен қалған үлкен стадион болатын. Сол стадионды жеке меншіктің қолына өтіп кеткен. Соны қайтарып сатып алып, мемлекеттік мекеме ауыл әкімдігіне балансына сатып алып беру жұмыстарын ұйымдастырған болатынбыз. Сол 11 миллион теңгеге сатып алып, қазір кері қайтарылды. Бұл енді 25 жылы жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Онымен қоса мынау Қазфосфат жауапкершілігі серіктестігі мынау біздің Жантас қаласының орталығында да орналасқан осындай үлкен стадион бар. Сол Қазфосфат жауапкершілігі мекемесінің меншігінде болатын. Сол стадионды да
осы біздің қала тұрғындарына кері қайтарып беру, сыйлық ретінде әлеуметтік көмек ретінде қайтарып беру жоспарланып отыр. Ол да осы жыл соңына дейін толық шешім табатын болады. Онымен қоса мынау Жаңатас қаласындағы жел электр станциясы былтырдан бері жұмыс жасап келеді. Ол компанияда өзінің тарапынан әлеуметтік көмектер көрсетіледі. Былтыр 23 жылы 25 миллион теңгеге орталық алаңға сахна соғып беру, соңғы үлгідегі сахна соғып беру жұмыстарын жүргізді. Биылғы жылы орталық даңқ монументі маңайынан 30 миллион теңгеге су бұрғақтарын орнату жұмыстары қазір құрылыстар жүріп жатыр. Бұл жыл соңына дейін толық аяқталып берілетін болады. Осындай ірі компаниялардың, Еврохим болсын, басқа да компаниялар, 13 компаниялардың барлықтарынан осындай әлеуметтік көмектер көрсетіліп келеді жан-жақты. Биылғы жылы мынау шілденің 7-сі күні, шілде айында қатты жауынның салдарынан көлбеу су төтенше жағдай орын алған болатын. Жаңатас қаласындағы Дегерез, Малаташка елді мекендерін су басу қаупі төнген болатын. Сол кезде 400 үйдің ауласына су кірді. 56 үйдің ішіне су кіріп, оның ішінде 3 үй жарамсыз апатты жағдайға ұшырады. Оның бір үйін жалпы жаңа құрылыс ретінде қайтадан жаңа үйді соғып бердік. Жаңа құрылыс үйін, 2 үйді сатып алып бердік. Сатылатын үйлерден 2 үйді. Соны жалпы 3 үйді жаңадан тұрғын үймен қамтамасыз етілдік. Оның ішінде 52 үйдің ішіне күрделі ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы болған бұл қаржыға облыстық бюджеттен қаржы қаралды. Облыстық бюджетінен бізде 316 миллион теңге қаржы қаралса, оның 44 миллион теңгесі өзіміздің жергілікті резерв қорынан болды. 44 миллион 217 миллион теңгесін облыстық резервтен облыс әкімі қаржы бөліп, осы жұмыстар толық аяқталды. Жұмыстар 100% аяқталды. Жалпы барлық деңгейде әкімдердің тұрғындармен кездесуі бойынша да қысқаша айтатын болсақ, жалпы биылғы жылы 41 халықпен кездесу жиындар өткізілді. Оның ішінде мынау бір жиын облыс әкімімен өткізілсе, оның 20 жиыны аудан әкімінің менің кезекті жиын өткізіп, 20 рет осы халықпен тұрғынмен кездестік. Оның келесі 20 жиыны ол ауылдық округ қала әкімдерімен жиындар өткізілді. Жалпы сол кездегі кездесу кезіндегі көтерілген мәселелердің барлығы толық деңгейде дер кезінде жауап беріліп отырылды. Жаңағы облыс әкімінің келгенде көтерілген мәселелерді бүгін таңға 80% орындалып, 20% орындалу үстінде. Онымен қоса мынау халықпен жеке қабылдау мәселесін біз қазір жүйелі жыл басында кесте жоспары қойып, әр аптаның жұма күндері жеке қабылдау өткізіп келеміз. Жалпы қабылдауға 37 қабылдау өткіздім бүгінге дейін. Бұл қабылдауға 285 азамат тұрғын қамтылса, оның ішінде қала тұрғындары 220, ол 77% құрайды. Ауыл тұрғындары 65, ол 23% құрап отыр. Өтініштердің бұл жалпы орындалу қабылдау барысында 107 азаматқа түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Шешім тапқан 89 тұрғын шешім тауып отыр. Көтерілген мәселелері 54 тұрғынның көтерілген мәселелері ол орындалу үстінде. Тұрақты бақылауға 35 азаматтың несі тұрақты бақылауға алынды. Жалпы ауданның қысқаша әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері осылай. Жиынымызды қорытындылай келе жалпы Сарыарқа ауданы әкімдігі, оның жанында құрылған бөлімдер, мекемелер, қала ауыл әкімдері бірігіп осы салада алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасында берілген тапсырмасы, өзінің оқысының жолдауында айтылған тапсырмалар, барлығы мемлекеттің барлық бағдарламалары тұрақты бақылауда болып, біз сол жолында жұмыс жасайтын боламыз. Қысқаша болса, сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Баяндамаңызға рахмет. Әріптестер, сұрақ жауапқа көшейік.
Кайырлы күн, журналист Артана Жарылқасын. Сәкен мырза, жалпы әлеуметтік желіде жиі көтерілетін мәселенің бірі жаңа тастағы 3 алып кешені. Жалпы кезіндегі еңселі ғимарат бүгінде көзге шыққан сүйелдей болып тұр. Жалпы бұл нысан жаңғыртылу ойда бар ма? Екінші сұрақ, жаңа тастағы аудандық орталық ауруханаға жаңа ғимарат салына ма? Рахмет. Бірінші сұрағыңыз бойынша жалпы Три богатыря дейді, жалпы ғимараты бұл 1975 жылы соғылған. Негізі Жаңатас қаласының негізін қалаушы Қазфосфат мекемесі болғандықтан, сол Қазфосфат мекемесінің бұл негізгі жұмысшыларына арнап соғылған, жатақхана ретінде соғылған 3 үлкен здания. Ол бергі 90 жылдары тоқырау заман болған кезде, жалпы сол кезде бұл егесіз болып қалды, үй Три богатыря қараусыз болып. Содан біз ол зданияны аудан әкімдік балансына алдық, оған жобалық смета құжаттамасын әзірледік. Ол жоғары бюджеттен қолдау таппады. Ол кездегі Жаңатас қаласының халық санына қарай қолдау тапқаннан кейін бұны біз Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі мекемесі былтыр 23 жылы бұл зданияны қайтып өздері сатып алды. Біз өзіміз жасап, өзіміз жұмысшыларымызға жөндеп береміз деп. Біз ол мемлекет сату арқылы сатып бердік. Бүгінгі таңда ол жердегі жұмыстардың ішкі тазалау жұмыстары басталды. Қазфосфаттың жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің компанияның жоғары басшылары жақын күнде жиналыс өткізіп, сол келесі 25 жылы қайта қалпына келтіру жұмыстары жыл басынан басталады деп уәдесін беріп отыр. Бұл жұмыстар келесі жылда жұмыс жасалатын болады. Ол жұмыс жасағаннан кейін сол өзіміздің Қазфосфаттың жұмысшыларын тұрғын үймен қамтамасыз етілетін болады. Жалпы жоспар осындай. Екінші сұрағыңыз бойынша, аудандық орталық аурухана апаттық жағдайда деп танылған. Бұл бойынша біз денсаулық сақтау басқармасы бізден жер сұраған болатын. Қаламыздың кіреберіс жерінен Бүркіт елді мекенінен жанынан 5 гектар жерді біз былтырғы жылы бөлдік. Сол жаңа типтегі аурухана салу мәселесі бойынша. Бұған жобалық смета құжаттамасын әзірлеу үшін 66 миллион теңге қаржы етеді. Біз ол облыстық басқарма болғаннан кейін біз облыстық бюджетке осы 66 миллион теңгені қаржы сұрау бойынша бюджетке ұсынылды. Бұл енді осы 25 жылы қаржы бөлінсе, жобалық смета құжаттамасы әзірленіп, жаңа ауруханаға өтінім беретін боламыз. Жалпы жері бәрі берілді, дайын бүгінгі таңға. Рұқсат. Армысыз Сәкен Үмбетұлы, Нұрсұлтан Рахымбай, Әулие-Ата медиа цифрлық контент орталығынан. Сізге сауал, бағана өзіңіздің есепті баяндамаңызда газдандыру мәселесіне кеңірек тоқталып өттіңіз. Жалпы барлық сарысулықтардың көкейінде жүрген сұрақ. Моноқаламен 14 елді мекенге нақты қай жылы газ келеді? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, біздің редакциямызға әлеуметтік желілерге сарысулықтардың келіп түсетін сұрақтардың ең маңыздысы көп балалы отбасыларға, я болмаса жалғыз басты аналарға берілетін баспаналар легі көп. Бюджеттік сала мамандарына баспана қарастырылған ба Сарысуда? Өзіңіз білесіз, Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен келесі жылы 2025 жұмысшы мамандықтар жылы деп бекітілді, яғни еңбек адамдары. Осы бюджеттік сала мамандарына баспана үлестіру тәртібі қалай? Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Бірінші сұрағыңыз бойынша жаңа баяндамада айтып өткендегідей, газдандыру жұмыстары осыдан 2 жыл бұрын басталған болатын. Жалпы бірінші жоба толық аяқталды. Жаңағы Түркістан облысынан Жаңатас қаласына дейін 98 км шақырымды құбыр тарту жұмыстары толық 100% аяқталды. Екінші жоба ол 14 елді мекенді газдандыру мәселесі бойынша. Ішкі сыртқы құбырларын жүргізу жұмыстары бойынша жұмыстар былтыр биылғы жылдар жүріп 13 елді мекенде толық аяқталды жұмыстары. Енді бір елді мекенде ол Жаңатас қаласындағы ішкі құбырларын жүргізу жұмыстары бұл 25 жылға қалып отыр. Жаңа баяндама айтқанда Ербол Шырақбайұлы облыс әкімі бізге осы 3,5 миллиард теңгені қойып отыр өз облыс бюджеттен. Сол ақша келесі жылы мамыр айына дейін толық игеретін боламыз деп жоспарлаудамызда. Келесі жылдың аяғында 13 елді мекенге газ беруге біз қазір толық дайынбыз. Орталықтандырылған газ беруге дайынбыз.
Ендігі жаңағы Жаңатас қаласына жетпей тұрған 5,7 миллиард теңгеміздің шешімі, ол жоғарғы бюджетте үкіметтік ұлттық қордан сұрап отырмыз. Ол да шешім тапқан жағдайда Жаңатас қаласына берілетін болады. Ол енді жалпы жоспарымыз бойынша 25 жылы 13 елді мекен қамтылатын болады газбен. Екінші сұрағыңыз бойынша мынау тұрғын үй мәселесімен шешілу мәселесінде де жаңа қысқаша баяндамада айтып өттім. Жалпы биылғы бізге осы тұрғын үй мәселесімен шешу мәселесі бойынша 3,2 миллиард теңгеге 268 үйге сатып алуға бізге қаржы жыл басында берілген. Бұл Жаңатас қаласында көпқабатты үйлерді кезінде сатылған, жеке кәсіпкерлер сатып алған, сол кәсіпкерлер қазір жөндеп, қайтадан бізге сату жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осы мәселемен биыл біз 268 пәтермен кезекте тұрған тұрғын үйлермен біз 98 азаматқа тұрғын үймен қамтамасыз еттік. Бүгінгі таңға дейін жыл аяғына дейін тағы 170 үйді пәтерді беру біздің жоспарымызда бар. Барлығы 286 пәтер кезегінде тұрған азаматтар қамтылатын болады. Мынау бұл қаралып жатқан бюджеттік ақшаларының негізгі мақсаты бұл жалғыз басты аз қамтылған отбасыларға беріледі деп көрсетілген. Сол себепті біз мынау бюджеттік мекемелерге бере алмай отырмыз пәтерді. Мақсаты бұзылады деп. Мынау жаңағы баяндама айтқандағыдай екінші аудандағы 32-ші үйге қаржы бөлінді дедім ғой, қайта қалпына келтіру бойынша. Бұған 656 миллион теңге қаржы қаралып, қазір құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Бұл келер жылдың наурыз айында аяқталады деп күтілудеміз. Сол үйді 90 пәтерлік үй, 90 пәтерді біз жаңа бюджеттік кезекте тұрған азаматтарға береміз деп жоспарландық. Оның қаржысы сол неге қаралған. Әріптестер. Облыстық Жамбыл телеарнасы, Аягөз Тілеуханқызы. Сәкен Үмбетұлы, мен сізге қоятын бірнеше сұрағым бар. Жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз, 91 азаматқа аз айда атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны дедіңіз. Ауыл аманаты жобасы ауданда жақсы атқарып жатыр екен. Дегенмен де мынау шалғайда жатқан Шығанақ, Жайлаукөл, Қамқалы ауылдарында халық саны өте аз дейді. Онда халық тек қана мектеп үшін отырмыз деген ақпар бар. Осы ауылдағы халықты тұрақтандыру бойынша сіздерде нақты қандай жұмыстар жүргізіп жатсыздар? Екінші сұрағым, ауданда тұз өндіріледі, тұз өндірісі бар. Оның ауданның экономикасына қандай пайдасы бар? Тұздан түсетін нақты табысты атап өтсеңіз. Рахмет. Бірінші сұрағыңыз бойынша бізде шалғай жатқан Қамқалы ауылдық округінде 3 ауылы бар. Жайлаукөл, Қамқалы, Шығанақ. Рас, ол жерде халық саны аз, ол жердегі жалпы халықтар қазір күнкөрісі сол жердегі тұз өнімі бар, карьер бар, сол карьермен жұмыс жасайды екі ауылда да. Рас, ол жерде мектеп бар, әлеуметтік нысандар бар, сол жерде жұмыс жасайды. Сосын басым көпшілігі мал шаруашылығы жерде үлкен қатты дамыған. Әр үйде мал басы көп. Ол жер малға қолайлы болғаннан кейін халық сол мал басын дамыту бойынша бүгін таңда отыр. Мынау тұз карьерінде қазір бізде 4 карьерде жұмыс жасап жатыр толыққанды. Жаңатас қаласының орталығында Асыл тұз компаниясы жұмыс жасап отыр. Қазір бізде бір 8 жылдай болды жұмыс жасап отқанына. Ол кісілер тұзды карьерден өндіріп, Жаңатас қаласындағы Асыл тұзға әкеліп өткізеді. Бұл жердегі сатып алу бағасы 3 теңге болса, бұл жерге 9 теңгеден әкеліп өткізеді. Онымен қоса, мынау өзіміздің көршілес Қырғыз Республикасына өткізеді тұзды тікелей. Бұл жердегі 4 жаңағы тұзбен айналысқан кәсіпкер, ол сол ауылдағы біраз азаматтарды жұмыспен қамтып отыр. Тұзды жинау, арту деген сияқты мәселелермен. Тұз бизнесі жақсы дамуда ауданда. Ол өзінің жергілікті бюджетке түсетін салық түсімдері бар, айтарлықтай. Сол 3 ауылды сол тұзбен, малмен дамытып отырмыз деген біздің жоспарымыз бар. Бұл жерде жұмыссыз азаматтар жоқ. Барлығы жұмыспен қамтылған, өзіне жұмыспен қамтылған. Оның үстіне мынау ауыл аманаты жобасы бойынша жаңа өзіңіз айтқандағыдай 2,5% несие алу бойынша, 5 бағыт бойынша ол Қамқалы ауылдық округ кірді биылғы жылға. Жобалар ұсынылды. Бүгінгі таңда сол жобалармен жұмыс жасаудамыз. Олардың басым көпшілігі осы 2-ші бағыт бойынша жұмыс жасайды, мал басын дамыту бойынша. Жалпы қысқаша даму көрсеткіші осындай.
Жұмыссыз жастар мәселесі қазір өзекті екенін білесіз. Ауданда қанша жұмыссыз жас бар? Оларды мынау қазір Сарысу ауданына келіп жатқан инвесторлар бар ғой, солардың кәсіпорындарға жұмысқа тарту мәселесі бойынша сіздер келіссөздер жүргізесіздер ме? Осы аудан жастарын жұмысқа тарту бойынша. Рахмет. Жақсы, рахмет. Ауыл жастарын жұмыспен қамту мәселесі ауданда бізде мәселе жоқ. Жалпы жаңа баяндамада айтқандағыдай мен өзімнің жеке қабылдауымда облыс әкімінің келгенде жиында өткен нелермен айтып өттім ғой. Сол жерде жұмыс сұрау мәселесі бізде вообще болмайды. Неге десеңіз, бізде жаңа айтқандағыдай 13 үлкен кәсіпорындар бар. Ол жерде тұрақты жұмыспен қамтылады, жас демейді, үлкен демейді. Аудандағы жұмыссыз жастар енді жоқ емес, баршылық, бірақ ол өз жұмыспен қамту мәселесімен қамтылып отыр. Мынау біздің мемлекеттік мекемелердегі қазір онда кәсіпорындағы жұмысшыларды бізді қазір ұстап тұра алмай тұрмыз. Өйткені себебі ол кісілердің бәрі жоғары айлыққа қарай жүгіреді. Біз анау Еврахим, Қазақсода, Қазфосфат сияқты жарас мұнай өндіру заводтарында қазір осы біріне ауысып бізге жұмысшылар көп келмейді. Өйткені біздің мемлекет мекеменің кәсіпорын айлықтары жалақысы төмен болғандықтан біз өз жұмысшыларымызды жұмыста ұстап қалу мәселесіне бізде осы мәселе проблема болып отыр бізде. Ал былай жалпы жұмыссыз мәселе бізде жоқ. Әріптестер. Сәлеметсіздер ме? Ақжол газетінен тілшісі Үміт Бетенова. Құрметті Сәкен Үмбетұлы, жаңа тұрғындарды баспанамен қамту мәселесі туралы жақсы айтып өттіңіз. Менде бір сауал бар. 97-98 жылдары приватизация бағыты жүрді. Процесі, үрдісі. Яғни тұрғын үйлерін, өз баспаналарын жекешелендіріп алу мәселесі жүрді. Осы үрдісті көп түсіне қоймаған көптеген тұрғындар әлі күнге шейін осы мәселемен алысып жүр. Бұл көршілес, сіздерге көршілес аудандарда кездеседі. Ауылдарда болсын, облыс орталығы қалаларда болсын. Сіздердің ауданда осы мәселе қалай? Жекешелендірілмеген үйі бар, солының құжатымен, БТИ-мен, басқа жерлермен әлі құжатын арқалап жүрген осындай мәселесі бар тұрғындар кездесе ме сіздерде? Жақсы, рахмет. Бұл мәселе бізде жоқ емес, бар. Ол бар болғанда біздің негізгі мақсатымыз сол үйді жекешелендіру үрдісі бізде әлі бар. Бұл саясатымызда ол негізгі бар. Біз тұрған азаматтардың коммуналдық меншіктегі үйлерін жекешелендіріп беру біздің басты жұмысымыздың бірі. Себебі ол үйді жекешеленгеннен кейін ол үйдің біздің күтіп ұстау жұмыстарымыз біздің жеке мойнына алады. Қалдық құнын төлесе, біз жекешелендіріп беруге дайынбыз, заңның аясында. Мынау жаңағы жүгіріп жүрген, БТИ-ға шеше алмай жүрген азаматтардың көбісі ол құжаттары дұрыс емес кезінде сотқа беру арқылы шешіліп жатыр бұл мәселелердің бәрі. 7 жыл тұрған, 8 жыл тұрған, 10 жыл тұрған азаматтар осы қайын құжат алмаған, кезінде берген құжаттардың бәрі толық емес. Ол мәселелер дейтарым өзі сол үйде тұрады. Әлішін тұрады, бірақ құжаттар рәсімдеу жұмыстар жүріп жатыр. Олар ондай азаматтар қазір аз қалды, жалпы бәрі шешім тапты. Бізде жекешелендіру мәселесінде проблема жоқ, мәселе жоқ. Әріптестер, қосымша сұрақтарыңыз болмаса, біз эфирді тәмамдаймыз. Құрметті Сәкен Үмбетұлы, аламызға келіп тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желілік ресми парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.